Сәлем қыздар, бүгін мясной пирогты ерекше тәсілде жасап көрейін деп шештім. Өте жұмсақ және де дәмді болып шықты. Сол себепті осы рецепті сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызға құрғақ дрожж, аз ғана тұз және де бір ас қасық қаймақ, бір ас қасық майонезімізді салып араластырып, жылы суымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, шамамен 15-20 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған ет, картошка, пияз, дәміне қарай қарабұрыш, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте жаңағы тындырып қойған қамырымызды ұн сеуіп, орташа қалыңдықта жайып дайындап аламыз. Ортасына ерітілген сармай жағамыз. Мендегі сармай станичный деп аталатын сармай. Содан соң осы қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп, ортасына салмасын саламыз. Салмасын салып болғаннан соң видеода көрсетілгендей қамырымызды нығыздап орап шығамыз. Қамырымыздың барлығын орап болғаннан соң печкамыздың формасына міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, осы оралған қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп салып жайғастырып шығамыз. Бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сары-уызын жағамыз. Өз қалауларыңызға қарай бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған печкіде 180 градуста шамамен 30 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар. Біздің мясной пирогымыз өте дәмді және де жұмсақ болып шықты. Рецепт ұнаса сақтап алыңыздар, жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.